Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат. Ғаламатта Арай Райспен бірге. Кез келген бизнес жасырын жарнама мен керемет маркетингтен құралады. Біз бірін білсек, бірін білмей жатамыз. Алайда ірі алпауыт супермаркеттер мен олардың жасырын маркетингін мен осы шығарылымда ашамын. Егер сізде қызықты дерек болып, осы ақпаратпен бөліскіңіз келсе, төменде комментарий қалдырып, YouTube арнамызға жазылыңыздар. Көптеген сауда үйлерінің, супермаркеттердің ішінде арнайы заттарыңызды қоюға арналған жәшіктер бар. Сіздің ойыңызша ол жәшіктер не үшін арналған? Егер сіз білсеңіз, төменге комментарий жазып кетіңіз. Менің ойымша, және сіздердің де ойыңызша, ол ауыр заттарды қоюға арналған, Затыңызды біреу алып кетпеу үшін, немесе ұрлық болмау үшін арналған зат. Бірақ маркетингалық шешім, жарнамалық шешім, о бастан олай болмаған. Ондағы негізгі шешім, адам ауыр затымен кірсе, ауырының үстіне ауыр алып, және де супермаркетте көп жүрмейді. Сондықтан да ол сауда үйінде көбірек жүру үшін, және де заты жеңіл болу үшін барлық заттарын дәлізде, яғни жәшікте қалдырып, өзі керемет көңіл күймен, қолында еш нәрсесі жоқ, және сауда орталығына кірген кезде ғана тауарды көбірек алсын деген мақсатпен қойылған. Сауда үйлерінде, супермаркеттерде адам психологиясы маркетинг үшін, жарнама үшін өте маңызды. Сондықтан да психологтармен ақылдаса отыра, адамға ең маңыздысы түс екенін зерттеген. Сондықтан да жеңілдіктер, ценниктер, кез келген бағаларды қою үшін арнайы көзге жарқын түсетін түстерді таңдап алған. Яғни қызыл, сол спектрға жақын оранжевый, сары түстер. Олардың барлығы жеңілдіктерге арналған түс болып есептеледі. Алайда алыстан көзің бірден түсетін түс болғандықтан кейбір ценниктарға да сол қойылған. Яғни фастфуд ресторандардың көбіне жарнамалық тұрғыдан осы түсті қолданады. Барлық фастфудтардың басым бөлігінде сары, алтын түстес, оранжевый және қызыл түстерді байқайсыздар. Бірден жарнама немесе сенім тудыратын түс болып есептеледі. Супермаркеттағы қулықтың бірі ол таразы. Таразы қойған кезде адамдарға сенімділік тудырады. Яғни адам өзінің қалағанша арзан затын алады деп ойлайды. Алайда олай емес. Таразыда сіз килограмм емес, грамм үшін ақша төлейсіз. Мысалға, 1 килограмм кәмпит 5000 тұрарлық делік, Сіз оны граммен өлшегенде ол 500 теңгеден көлемінде шығуы мүмкін. Бірақ килограммен алғанда ол содан не көп, не арзан болмайды. Дәл сол баға шығады. Сондықтан да осы технологияны кейбір фабрикалармен өнім жасайтын, шығаратын зауыттар да қолданады. Қалай дейсіз ғой? 1 литр сүт 800 теңге болуы мүмкін. Оның бутылкасын, жарнамасын, логотипін өзгертпей, дәл сол бутылкаға, яғни құтыға 1 литр емес 900, немесе жеткізбей 800 литрдей құятын болса, және де бағасын сол қалпында сақтайтын болса, сіздің алып жатқан өніміңіз аз, бірақ төлем дәл солай болып қалады. Бұл да бір жарнамалық шешім болып табылады. Музыка. Кез келген сауда үйге барсаңыз, керемет әуен қосылып тұрады. Әсіресе классикалық әуен. Бұл не үшін арналған? Музыка, классикалық әуен адамның жан дүниесін тыныштандырады. Сіздің ойлау қабілетіңізді арттырып, тыныштық сезім береді. Дәл осындай күйде адам мазасыз күйге түспей, ұзақ уақыт ойлануға, көңіл күйін көтерілуге және қалаған затын алуға, ұзақ жүруге ықпал етеді. Сызылған бағалар яки жеңілдіктер. Кез келген адам жеңілдікті көрсе жүгіреміз және кезекте тұрамыз. Жеңіл бағалармен көптеген заттар алғымыз келеді. Алайда жеңілдік сіз ойлағандай жеңіл емес. Себебі кез келген сауда үйі болсын, өзінің тауарын қояр кезде алдын ала 20%-ға көтереді. Және де жеңілдік кезінде дәл сол 20 немесе көтерілген пайызын түсіреді. Бар болғаны бастапқы бағаны сақтап қалады. Сондықтан да келесі келген адамға бұл көтерілген 20% түсірілген жеңілдік болып елестеуі мүмкін. Сауда үйіндегі тағы бір біз білмейтін ерекше сыр ол бейнекамералар. Бейнекамералар сіздерге не үшін арналған деп ойлайсыз? Бейнекамера біз үшін ұрлықты болдырмауға, тежеуге, кейбір жоғалған заттарды табуға арналған құрал ретінде пайдаланамыз, әлбетте көп жерде. Алайда о бастан сауда үйлерінде камера арнайы орнатқан кезде мұндай жағдай үшін пайдаланбаған. Бұнда маркетингтің мамандары мен жарнаманың мамандары отырып, келушілерді бақылаған, қандай зат алады, қандай түске жүгіреді, қандай сөрелерден зат алады, қандай жеңілдіктерге баға береді деген арнайы стратегиялық жоба құратын адамдар камера арқылы қарапайым халықты бақылап отқан. Сондықтан да о бастан жасырын бейне камерасы ұрыларды бақылауға емес, дәл бізді, яғни сіз сияқты сатушылардың сатып алу
мүмкіншіліктері мен сатып алу мүмкіндіктерін бақылауға арналған. Кассаның арақашықтығына қарағанда сөрелердің арасындағы арақашықтық анағұрлым үлкен. Неге дейсіз ғой? Себебі пространстводан, жабық жерлерден, арақашықтықтан қорқатын фобиясы бар адамдар үшін сатып алуға мүмкіндік жасау үшін, олардың қорықпау үшін және сауда жасау үшін көбірек жүру үшін үлкен сөрелерді ашып қойған. Сіз осы ақпараттан кейін мен осындай арбауларға түспеймін, немесе супермаркеттағы қулықтарға алданбаймын, жеңілдіктерді дұрыстап таңдап мән берем деп ойлайсыз ғой? Қателесесіз. Себебі сауда жасайтын маркетологтар мен жарнама агенттіктері бұдан да көптеген қулықтар ойлап тауып, жарнамамен түрлі жеңілдіктер ойлап тауып, сіздің сауда жасауыңызға әркез қолайлы және үнемді етіп жарнама ойлап табады. Себебі біздің мақсатымыз ақша үнемдеу болса, олардың мақсаты неғұрлым бізге көп ақша жұмсату. Арай Райспен ерекше арнада ерекше ақпараттар.